Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Асқабақ дәні кукурбутин деп аталатын теңдесі байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тікшек, ұйқы безі, өкпе, асқазан, қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануға тиіс. Олар қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні, өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамында пайдалы заттар ішектің қызметін жақсартып, зат алмасуды реттейді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзадағы серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы трифтоман амия қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніге 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз керемет көтеріледі дейді. Сондықтан да депрессия алған адамдарға, стрессте жүргендерге және үнемі мазасыз адамдарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береді.